Қайырлы күн, сәлеметсіздер ма, құрметті ұстаздар. Ұстаз медиа сіздерге биология пәнінен мұғалімдердің, яғни педагогтардың білімін бағалауға арналған дайындық нұсқа талдау сабақтарын бастайды. Сіздермен байланыста Тұрдалы Аяжан Манарбекқызы. Енді нұсқа талдауды бастамас бұрын шағын өзімді таныстырып өтетін болсам, мен өздеріңіз сияқты сіздермен әріптеспін, биология пәні мұғалімімін, Евразия ұлттық университетінің түлегімін, яғни бакалавр, магистратуралық білімім барлығын мен осы университетте аяқтаған болатынмын. Ұлттық тестілеу орталығының сарапшысымын, яғни тест тапсырмаларын құрастыру, экспертизалық тапсырмаларды жасау, тексеру деген сияқты жұмыстарға қатысамын. 6 жылдық тәжірибесі бар ұбт экспертімін, яғни осы уақытқа дейін оқушыларды ұлттық тестілеу тапсырмаларына дайындап, олардың жоғары оқу орнына түсуіне септігін тигізіп жүрген мамандардың бірімін. ұбт биологиясы оқу әдістемелік құралының авторымын, және де 2024-2025 оқу жылдары Астана қаласы биология пән мұғалімдерінің қалалық олимпиадасында бірінші орын иегермін. Яғни өзім туралы шағын қысқа ғана ақпаратты беріп өттім. Жалпы біздің осы нұсқа талдау сіздерге не үшін керек? Біз білеміз, әрбір 5 жыл сайын ұстаз өзінің біліктілік санатын қайта дәлелдеп, немесе келесі біліктілік санатына тест арқылы өзінің портфолиясын жинау арқылы өтіп отырады. Оны сіздер жақсы білесіздер. Енді осы ұстаз медианың ерекшелігі сіздерге барлық пәннен, оның ішінде биология пәнінен педагогтардың білімін бағалау, тест тапсырмаларына қалай дайындық жұмыстарын жасасақ болады. Сол тесттерде келіп жүрген нұсқаларды бірге талдаймыз, немесе осы педагогтың білімін бағалау тапсырмаларында келу мүмкіндігі өте жоғары тест тапсырмаларын бірге талдайтын боламыз. Сол себептен сіздер біздің каналға тіркеліп алыңыздар. Осындай нұсқа талдаулар жиі, күн сайын, апта сайын біз жариялап отыратын боламыз. Ендеше біз алғашқы нұсқамызды талдап бастаймыз. Ең бірінші сұрақ. Суретте бір санымен берілген ми сыңарының аймағында жүретін үдеріс. Жалпы білеміз, ұстаздар, ми және оның құрылысы, жұлын деген тақырыптар бізде 7 сыныптың биологиясында және 10 сыныптың биологиясында кездеседі. Сурет бойынша байқасаңыздар, бізде 1 деген номер мына жерде берілген. Жалпы 1, 2, 3, 4 деген нумерациямен берілген. Бұл бізде алдыңғы ми сыңары, яғни біз үлкен ми сыңарларын немесе алдыңғы ми деп айтамыз. 1 деген суретпен берілген бөлік, ол бізде маңдай бөлігі. Мына бізде маңдай, 2 ол бізде 2 самай аймағы, 3 төбе аймағы, және де 4-пен бізде шүйде аймағы берілген. Енді маңдай аймағының ерекшелігі қандай еді? Маңдайдың ерекшелігі ол біздің ағзамыздағы күрделі қимыл қозғалыстарды басқарады. Ол күрделі қимыл қозғалыс дегеніміз қандай? Осы тұста оқушылар тарапынан, ұстаздар байқасаңыздар, көпшілік мынандай сұрақтар туындайды. Жалпы қимыл қозғалыс, жүру, қозғалу, бұлшықеттің тонусын сақтау деген сияқты, тепе-теңдікті сақтау деген процестің барлығы ол мишық қой атқаратын. Неге үлкен ми сыңарлардың маңдай бөлігі жауап береді деген сұрақтар туындайды. Тура сол сияқты, бұл жерде байқасаңыздар, күрделі қимыл қозғалысты басқару деп тұр. Күрделі қимыл қозғалыс деп отырғанымыз, ол бізде бірнеше іс-әрекетті жасай алатын. Мысалға, домбыра шерту, музыкалық аспаптарда ойнау, компьютерде ақпаратты көріп отырып, клавиатураны баса білу деген сияқты. Яғни байқасаңыздар, домбыра тартқан кезде біз бір қолмен оның құлағында ойнасақ, екінші қолмен біз оны шертеміз. Байқасаңыздар, екі қолымыз бізде мүлдем екі түрлі іс-әрекет жасап тұр. Тура сол сияқты, текст жазу кезінде біз клавиатураны басқан кезде әр саусағымыз әр әріпке түсіп, яғни біз миды бір жүйеге келтіре отырып, біз бірнеше іс-қимылды бірге жасаймыз. Немесе ақпаратты оқи отырып жазу, ақпаратты көре отырып жазу деген сияқты. Яғни барабанда ойнау болсын, гитарада ойнау болсын, осындай күрделі іс-қимылдарды басқаратын орталық ол бізде осы маңдай бөлігінде орналасқан. Сонымен қатар маңдай бөлігінде тағы да бізде ойлау, сөйлеу, түйсік, эмоция дейміз ғой, осындай түрлі адамда болатын түрлі физиологиялық, психологиялық өзгерістер, эмоцияның түрлеріне де жауап беретін орталық осы маңдай бөлігінде орналасқан екен. Келесім, егер вариант бойынша талдайтын болсақ, А жауабында айналадағы дыбыстарды есту дейді. Яғни есту біз құлақ арқылы естиміз. Екі құлағымыз бізде самай бөлігінің айналасында орналасқан, яғни үлкен ми сыңарының мынау самай аймағы екінші номермен берілген. Ол бізде есту орталығы орналасқан аймақ деп айтамыз. Яғни мынаған мен жазып қоямын, самай.
Келесі, нысананы көруді жақсарту, яғни көру орталығы. Көру орталығы бізде артқы бөлікте, яғни шүйде аймағында орналасқан. Мұнда жазып қоямыз. Шүйде ол бізде көруге жауап береді. Неге? Өйткені бізде көз алмасы дәл біздің бетімізде, мынау алдыңғы бөлімде орналасса да, оның жүйке жүйесі көздің артқы бөлігінен шығады да, осы шүйде аймағына келіп түйіседі. Және де тері бұлшықет сезімталдығын реттеу, ол бізде төбе бөлігінің атқаратын қызметі. Яғни осымен біз үлкен ми сыңарының әр бөлімдері қандай қызмет атқаратындығына жауап бере аламыз. Мұнда жазып қоямын, төбе бөлігі деп. Кетті. Келесі екінші сұрақ. Тұқым ұрығының жасушаларын түзетін ұлпа, яғни ұлпаға байланысты сұрақ берілген. Бұл бізде 8-ші сыныптың биологиясы бойынша кездесетін ақпарат. Енді тұқым ұрығының жасушаларын түзет дейді. Мына жерде қараңыздаршы, ұрық деп айтып тұр. Біз білеміз, мысалға, көктем шыққан кезде біз жерге әртүрлі өсімдіктердің дәніне ұрығын немесе тұқым деп айтып жатады басқа жақтарда. Біз отырғызамыз. Сонда топырақ арасына жерге түскен дән, байқасаңыздар, мысалға бидай дәнін деп елестетейік, немесе арпа деген сияқты басқа да тұқымдарды. Осы жерде біз дара жарнақты және қос жарнақты өсімдіктер деген тақырыпты еске түсіретін болсақ, осы жерге түскен тұқымның өніп шығуына әсер ететін, ол жерде өсетін кішкене ұрықтық даму аймағы болады. Байқасаңыздар, сол жерден алғашқы тамырша шығады, алғашқы сабақ, алғашқы топырақты жарып шығатын жапырақ деген осы аймақтан осылайынан жарып шығады, жоғарғы бөлігіне. Сонда осындай тыныштықта жатқан тұқымның дамып, одан тамырдың пайда болуына, жапырақтың, сабақтың пайда болуына әсер ететін ұлпа, ол әрине түзуші ұлпа. Енді қараңыздаршы, атының өзі айтып тұр, түзу. Яғни өсімдікте ең алғаш пайда болатын ұлпа, ол түзуші ұлпа. Сөйтеді де өсімдіктің барлық мүшесінің қалыптасуына септігін тигізеді. Яғни жапырақтың бүршіктері, қолтық бүршіктері дейміз, біз өркеннің пайда болуы, оның ары қарай дамуы, төбе бүршіктің қалыптасуы, тамырдың қалыптасуы деген сияқты бұтақтану, осының барлығына жауап беретін бізде түзуші ұлпа, және осы түзуші ұлпа пайда болады да басқа ұлпалардың түзілуіне жауап береді екен. Түсіндік қой, сол себептен біз мына жерде түзуші ұлпа дегенді белгілейміз. Тірек ұлпасы. Тірек ұлпасы ол өсімдіктің сабағында да кездесе алады, ол жапырақта да, ол жемісте де бола алады. Тірек ұлпасы ол мықтылық беру, қаттылық беру деген сияқты қызметтер атқарады. Өткізгіш ұлпаның аты айтып тұр, бұл біздегі ксилема және флоема деген ұлпалар ғой. Яғни ксилема ол бізде төменнен жоғарғы қарай бағытталған ұлпа дейміз. Яғни өсімдіктің тамырының сору аймағы арқылы топырақ құрамындағы минералды заттар, суда еріген заттар барлығын сіңіріп алып, өсімдіктің жер үсті мүшелеріне қарай тасымалдайды. Сол үшін біз оны жоғарғы тасымал дейміз. Ал флоема ФФ деп жаттап алайық деп үйретемін үнемі оқушыларға. Яғни флоема дегеніміз ол бізде фотосинтез нәтижесінде түзілген органикалық заттарды, өнімдерді өсімдіктің жоғарғы мүшесі, яғни жапырақтан төменгі жерасты мүшелеріне қарай тасымалдайды. Бірақ ескере кетейік, флоема ол бізде екі бағытта да тасымалдана алады. Барлық өсімдіктерде емес, но кейбір өсімдік түрлері, яғни флоема екі бағытта да заттарды тасымалдай алады. Яғни жоғары қарай да, төменге қарай да заттарды бағыттай алады екен. Және де негізгі ұлпа. Негізгі ұлпа бұл бізде бөлінеді, фотосинтездеуші ұлпа және де қор жинаушы ұлпа. Фотосинтездеуші ұлпа атайтып тұрғандай ол фотосинтез процесін жүзеге асыруға қатысады. Ал қор жинаушы ұлпа ол же бөлінеді. Ол қандай затты қорға жинайды? Ол суды жинайды, яғни су жинаушы, ауа жинаушы деген сияқты, және де қор жинайтын, қор заттарын жинауына байланысты осындай түрлерге бөлініп қарастырылады. Жалпы ұстаздардың білімін бағалау тест тапсырмаларында да осы ұлпа өте жиі кездеседі. Кейде суреттермен беріліп қояды, кейде осындай жай ақпараттық тест түрінде де беріледі. Келесі үшінші сұрақ. Суретте 3 санымен берілген тасымалдың түрі дейді. Ал қараңыздар, бұл жерде бізде мембрана берілген, биолипидті қабаттан тұратын мембрана, және ол жерде нәруыздық қабаттар, мына жерде интегралды нәруыздар, жалпы транслоказалар берілген. Енді 3 деген суретке назар аударатын болсақ, байқасаңыздар, мембрананың сыртында S1 деген белгілі бір зат, ион немесе бір молекула, ол домалақпен, көк түспен беріліп тұр. Келесі, мембрананың ішінде
S2 дегеніміз бұл үшбұрышты, яғни мүлдем басқа зат молекуласы немесе ион деп қарастыратын болсақ, екеуі бір нәруыздық канал арқылы, біреуі сыртқа, біреуі ішке бірге тасымалданып жатыр, бірақ қарама-қарсы бағытта. Сол себептен біз үшінші тасымалды антипорт дейміз, яғни зат молекуласының мембрананың ішінен сыртына қарама-қарсы бағытта іштен сыртқа қарай тасымалдану процесі. Осыны біз антипорт дейміз. Келесі, 2 деген санмен берілген, ол бізде симпорт. Симпортқа 2 деп қоям. Неге? Себебі симпортта байқасаңыздар, мембрананың сыртынан ішке қарай 2 түрлі зат молекуласы бірге, бір нәруыз каналдар арқылы бір бағытта ішке тасымалданып жатыр. Осыны біз симпорт деп айтамыз. Бірақ ескерейік, жалпы симпорттың бізде пассивті тасымалда да кездесетін түрі бар, активті тасымалда да кездесетін түрі бар. Яғни ол уже заттың тасымалдануына байланысты ғой. Энергия шығындай отырып зат тасымалданып жатыр ма? Жоқ, концентрация градиенті бойынша зат тасымалданып жатыр ма? Яғни активті, пассивті тасымалдың да негізі симпорт 2 түрде де тән кездесе алады. Енді бірақ біз оны заттардың тасымалдану типіне байланысты уже сұрақтарда бөліп қарастырамыз. Унипорт ол уни жалғыз деген сөзден шыққан, яғни бір ғана зат молекуласының бір мембрана каналдар арқылы жасушаның мембранасы арқылы жасуша ішіне енуі немесе жасуша сыртына қарай шығу процесі. Жақсы, ал диффузия дегеніміз білеміз, бұл бізде пассивті тасымалдың мысал ретінде қарастырамыз. Жалпы диффузия дегеніміз ол зат молекуласының кеңістікте бір-бірімен еркін әрекеттесу, бей-берекет қозғалысқа келу процесі. Осыны біз диффузия деп қарастырамыз. Келесі, 4-ші сұрақ. Суретте бір санымен көрсетілген құрылым дейді. Енді қараңыздар, мына суретте бізде не берілген? Бұл жерде бізде темекі теңбілі вирусының құрылысы берілген. Жалпы вирустың не екенін білеміз, вирустар ол бізде жасушасыз тіршілік иесі дейміз. Неге? Өйткені олар ағзаға жұғу арқылы ішке енеді ғой. Ол мұрын арқылы, қан арқылы, мысалы жыныс жолдары арқылы деген сияқты ағзаға еніп, өзінің көбейе алатын жасуша тінін тапқан кезде, ол сол жасушаға енеді да, ары қарай ДНК-сын генетикалық ақпаратын екеселеп, сосын нәруызды каналдарын киіп, осылай олар өзін-өзі көбейтіп қалыптастырады. Сол себептен де біз айтамыз, вирус ол жасушасы тіршілік иесі, ол ағзаға кірген кезде ғана ода жасуша толық қалыптасады. Енді темекі теңбілі вирусының ерекшелігі. Жалпы вирустардың негізгі құрылымында 2-ақ элемент бар. Ол оның генетикалық ақпараты. Генетикалық ақпарат дегеніміз ол ДНК либо РНК болуы мүмкін. Яғни осы ДНК-да, РНК-да вируса келесе береді, соған байланысты олар екіге бөлінеді ғой. ДНК-лы вирустар және РНК-лы вирустар деген сияқты. Мысалға, коронавирусты білеміз, оның генетикалық ақпараты РНК деген сияқты. Енді мына жердегі сурет бойынша 2 деген санмен берілген, ол осы генетикалық ақпарат. Яғни оның ДНК-сы немесе РНК-сы ортада мынандай пружина сияқты беріліп тұр ғой, ол генетикалық ақпараты. Ал оның сыртындағы бізге қажет 1 деген санмен берілген құрылым, ол нәруызды қабықша, немесе біз оны капсид деп айтамыз. Капсид немесе мынау майда-майда жапырақ сияқты құрылымдар тұр ғой, бұларды капсомер деп айтады. Капсомер. Кейде негізі мектеп оқулықтарында ол капсомер деген ақпаратты бермейді, но именно темекі теңбілі вирусының осы сыртындағы жапырақ сияқты нәруызды қабаттарды жеке-жеке капсомерлерден тұратын капсид деп айтады. Тіпті кейбір вирустардың сыртында осындай нәруыздық қабықшаның 2-ші қабатымен қапталатын вирустың түрлері бар. Оларды біз уже суперкапсид деп айтамыз. Яғни негізінен вирустың құрылымы осында 2-ақ компоненттен тұрады екен. Генетикалық ақпараты ДНК РНК-сы, либо оның сыртындағы нәруыздық қабықшасы капсиді деп айтамыз. Жақсы, келесі 5-ші сұрақ. Бір жасушадан тұратын ядросы бар ағзалар. Қараңыздар, бір жасушалы дейді. Яғни денесінде бір ғана жасуша бар, ол бізге көзге еркін көрінбейді. Біз оны тек микроскоптың көмегімен ғана көре аламыз деген сөз. Бірақ ядросы бар ағзалар дейді, қараңыздар. Ол бізде кімдер? Ол бізде протисталар дейміз ғой, протистер. Бұл 7-ші сыныптың биологиясы бойынша тірі ағзалардың патшалықтары деген тақырып бар ғой, сол жерде қарастырылады, жүйелеу деген тарауда.
прокариоттар бар және протистер бар. Прокариоттар оларда бір ғана жасушасы бар ағзалар, бірақ оларда ядро жоқ. Ядро әлі қалыптаспаған, тек генетикалық ақпараты нуклеоиды ғана бар организмдер. Олар бізде микроағза бактериялар. Ал протистер дегеніміз кімдер? Оларда бактерия сияқты бір ғана жасушасы бар, бірақ ядросы бар ағзалар. Олар бізде жалған аяқтылар, амеба, кірпікшесі барлар, кірпікшелі кебіше, талшықтары бар, жасыл евглена, бодо, лямбля деген сияқты осындай ағзалар бір жасушалы, бірақ ядросы бар құрылымдар. Оларды біз уже протистер деп айтамыз. Келесі, 6-шы сұрақ. 6-шы сұрақта бізде хромосоманың құрылымына байланысты сұрақтар берілген екен. Суретте ә әріпімен берілген хромосомалық синдром. Давайте біз ә әріпіне қарайтын болсақ. Қараңыздар, бұл жерде хромосоманы бір қарағанда барлығы дұрыс сияқты. Бірақ, мына жерде мына хромосомада 3X тұр, яғни трисомия плюс 1X қосылып тұр. Яғни хромосома 46 плюс тағы бір X болып кетті, трисомия болып кетті деген сөз. Енді бұл бізде қандай хромосома? Бұны біз санай салсақ болады. Мысалы, мынау бізде жыныс 23-ші хромосома ғой. Мынау 22, 21, 20, 19. Мынау бізде 18-ші хромосома. Егер 18-ші хромосома плюс X трисомия болатын болса, біз оны Эдвардс синдромы дейміз. Эдвардс синдромының өзінің белгілері бар, жаңадан туылған нәрестелердің қол саусақтарында өзгешеліктер бар, әсіресе 2-ші, 5-ші саусақтарында, бет әлпетінде, иегінде, құстұмсық иектің болуы деген сияқты, осындай өзіне тән белгілері бар, көру мүкістігінің пайда болуы деген сияқты. Яғни, дәл осындай әртүрлі суретпен хромосома құрылымы, пайда болатын синдромның түрі, ол синдромның қандай белгілері бар деген сияқты сұрақтарда ұстаздардың жалпы тест тапсырмаларында өте жиі кездеседі. Жалпы ұстаздар бұлар енді мектеп оқулығында бар ақпараттар болғаннан кейін, сол мектеп оқулығында кездескен ақпараттардың барлығы қамтылады, яғни сол ақпараттың барлығынан тест тапсырмалары құрастырылады деген сөз. Түсінікті қой. Даун синдромы білеміз. Даун синдромы ол бізде 21-ші хромосома плюс X трисомия болған кезде, енді проценттік тұрғыдан қараған кезде де ең жиі кездесетін көрсеткіштері де өте жоғары кездесетін синдром бүгінгі таңда ол бізде даун синдромы. Клайнфельтер синдромы бұл ұл балаларда ғана кездесетін аурудың түрі. Сол себептен бұл хромосоманың жалпы трисомияның жазылуы бізде XXY болып кетуі мүмкін. Тағы да бас артық X хромосомалар қосылып кетуі мүмкін, бірақ бұл трисомияға жатады. Патау синдромы ол бізде 13-ші хромосомада бір X хромосоманың артық қосылып кетуі нәтижесінде пайда болатын синдром. Жалпы бұл синдромдардың барлығы бізде хромосомалық мутация салдарынан, яғни хромосомалар санының артық қосылып кетуі немесе хромосома санының жетіспей қалуы нәтижесінде пайда болады. Сол себептен біз бұларды геномдық мутацияның түрі деп қарастырамыз. Келесі 7-ші сұрақта. Бактериялардың колония жасушалары жүзім шоғы сияқты қосылған бірнеше жасушалардан тұрады дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде ключевой сөз бізде жүзім шоғы. Енді жүзім шоғы дегенде кәдімгі домалақ бір-біріне өте тығыздалып, тығыз орналасқан жүзімнің құрылымын көз алдымызға елестетсек болады. Ол бізде қандай? Ол бізде стафилококк. Стафилококк бізде жүзім, бір жүзімнің сағын көтерген кезде толып, нығыздалған жүзімнің жиынтығынан тұрады ғой, тура солай топтасып, толыққанды бірге тіршілік ететін осындай бактерияларды біз стафилококктар деп айтамыз. Енді мына жерде варианттың барлығында кок деген жауаптар тұр. Жалпы бактериялар 7-ші сыныптың биологиясы бойынша енді ақпарат. Сыртқы құрылымына, пішініне байланысты бізде 4 пішіні бар. Біріншісі шар тәрізді, біз оларды коктар деп айтамыз. Екінші таяқша тәрізді, ол бізде бацилла. Үшінші үтір тәрізді немесе вибрион дейміз. Вибрион жалпы мектеп биологиясында өзі бір ғана ауруда кездеседі. Холера вибрионы, холера деген ауруда осы үтір тәрізді бактерияны айтамыз, сол оның қоздырушысы. Және 4-ші пішіні ол бізде ирек тәрізді, яғни спирилла, спирохета деген сияқты бактериялар осы топқа жатады екен. Енді қараңыздар, стрептококк дегенне, стрепта дегеніміз шар тәрізді бактериялар осылай бір-біріне тізбектеле
жабысып ұзын бір түзу сызықты құрылымға енетін болса, осындай құрылымда байланысатын болса, біз оны стрептокок дейміз. Диплокок, дипла, ди деген сөзден тұр, яғни екі шар тәрізді бактерияның бірігуі нәтижесінде пайда болады. Тетракоктар ол тетра 4, мынандай 4 шар тәрізді коктар осылай пішінге келіп орналасатын болса, біз бұларды тетракоктар деп айтамыз. Жақсы. Келесі сұрақ бізде 8-ші. Жиырылғанда қолды шынтақтан бүгетін бұлшықет дейді. Қараңыздаршы, мынау біздің шынтағымыз. Біз білеміз, қолды бүгу, жазу дегенде біз айтамыз, қолды шынтақтан бүгеміз, шынтақтан жазамыз кері қарай. Енді осы жерде бізде белсенді қызмет атқаратын антагонист екі бұлшықет бар. Ол бізде бицепс пен трицепс. Бицепс ол бізде қолдың мынау алдыңғы бөлігінде орналасқан екі басты бұлшықет. Мына жерде екі бастар арқылы байланысады ғой, соған байланысты оны екі басты дейді. Және осының артқы жағында бізде үш басты бұлшықеттер, трицепстер бар. Енді бицепстің ерекшелігі ол мынау қолдың алдыңғы бөлігінде тұрады да. Осы бұлшықет тартылып жиырылған кезде ол шынтақтан қолды өзіне қарай тартады ғой. Сол себептен біз шынтақта қолдан бүгетін кезде бізде бицепс белсенді жұмыс атқарады. Немесе анау оқушыларға мынандай мысалдармен де түсіндіріп жатамыз. Менің күшім көп деп оқушылар осылай көрсетіп жатады ғой өзінің күштерін. Сонда мына жерде бізде бұлшықет томпиып шығып жатады. Олар сол шығып жатқан бұлшықетке байланысты айтады, менің күшім көп деп. Ол бұлшықет не үшін шығады? Ол жиырылған кезде осындай құрылымға, формаға енеді ғой. Ол жиырып қолды тартып жатыр деген сөз ғой. Ал енді осы бицепстің артында орналасқан үш басты бұлшықет ол трицепс деп аталады. Енді қараңыздар. Кез келген бицепс, яғни бұлшықет ол жиырылады да, жиырылған бұлшықет қайтып өзін өзі итеріп босаңсымайды. Оның босаңсуына жауап береді арттағы үш басты бұлшықет. Яғни үш басты бұлшықет жиырылған кезде біз қолды шынтақтан жазамыз. Түсіндік қой, яғни екеуі қарама-қарсы бір-біріне жиыру арқылы біз әртүрлі қимыл қозғалысты жасай аламыз деген сөз. Тура сол сияқты бізде санда орналасқан үлкен төрт басты бұлшықет деген сияқты тізеден аяқты бүгу, жазу деген сияқты қызметтерде атқаратын осындай бұлшықеттің түрлері бар екен. Жақсы, келесі 9-шы сұрақ. Бұл митоз процестеріне қатысты айтылған. Жалпы жасуша бөлінуінде митоздық бөлінуден негізгі айырмашылығы қандай дейді. Байқасаңыздар, миозды біз білеміз, миоз, яғни ол жыныс жасушалары осы миоздық бөліну нәтижесінде пайда болады деп айтамыз. Митоз ол бізде дене жасушаларының қаңқа бұлшықеттері, дене жасушаларының екіге бөлінуі нәтижесінде бастапқы хромосоманы сақтай отырып бөліну типі немесе жыныссыз бөліну типі деп қарастырамыз сол себептен. Енді миоздың митоздан басты айырмашылығы неде? Ол конъюгация және де Крейсинговер үдерістерінің жүруіне байланысты. Байқасаңыздар, біз білеміз, митоз ол 4 қана кезеңнен тұрады: профаза, метафаза, анафаза және де телофаза. Ал миоз ол бізде екі кезеңге бөлінеді: миоз 1, миоз 2 немесе редукциялық бөліну, эквациондық бөліну дейміз. Елесетіңіздер, әрбір миоздың өзі тағы сондай 4 кезеңнен тұрады. Яғни миоз 1-дің 4 кезеңі бар: профаза 1, метафаза 1, анафаза и телофаза 1. Тура сол сияқты профаза 2, метафаза 2 деген сияқты кезеңдері бар. И осы профаза 1-де ерекше процестер орын алады бізде. Соның ішінде конъюгация мен Крейсинговер. Конъюгация ол бізде аталғаналық, яғни гомологиялық жұп хромосомалардың бірін-бірі танып, бір-біріне жақындауы. Крейсинговер, яғни гомологиялық хромосомалар өздерінің ұқсас учаскелерін хиазмалар арқылы бір-бірімен айқасы, бір-бірімен алмастырады. Соны біз Крейсинговер дейміз. Осы бізде миоздың ең негізгі ерекшелігі. Негізінен осы Крейсинговер процесінің нәтижесінде ғой бізде жер бетіндегі жалпы адамдардың түрлерінің әртүрлі болып туылуы, немесе бір отбасыда дүниеге келетін балалардың әртүрлі болып туылуының ерекшелігі де осыда, яғни ата-анасының белгілерінің әр балада әртүрлі көрініс табуына байланысты ғой. Жақсы. Келесі 10-шы сұрақ. Ісікке қарсы препарат круцин алынатын қарапайымдар дейді. Енді қараңыздар, бұл бізде 9-шы сыныптың биологиясы бойынша биотехнологиялық процестерді өндірісте қолдану деген тақырып. Көбінесе осы тақырып негізі 90-ның соңына қарай өтілетін тақырыпта, 3-ші 90-ның соңына қарай өтеміз. Көп мұғалімдерде БЖБ алу, ТЖБ алу деген сияқты процестер кезінде осы тақырып дұрыс өтілмей қалады негізінен. Сол себептен де көп оқушылар, мектеп оқушылары, жалпы ұбт-ға дайындалып жүрген оқушылар болсын, ұстаздар да осы тақырыптан
қиналып жатады. Неге? Өйткені бұл тақырыпта бізде барлық ағзалардың түрлері, ол цианобактерия, бактериялар, қарапайымдылар, саңырауқұлақтар өндірісте қандай мақсатта пайдаланылады, не аламыз, не жасау үшін пайдаланамыз. Осындай ақпараттар, өте маңызды ақпараттар берілген. Кейде осыған мән бермей қаламыз біз. Енді қараңыздар, ісікке қарсы препарат, круцин деген препаратты КСРО-да жасаған болатын. И бізге подсказка беріп тұр, қарапайымдылардың қай түрінен алынған. Ол бізде балалар трипаносома. Неге трипаносома? Өйткені бізде трипаносома нәтижесінде туындайтын ауру бар, трипаносомоз деп атайды. Сол ауруға қарсы ем ретінде осы трипаносоманың өзінен ісікке қарсы препарат, осындай круцин деген дәрілік препарат жасалынған екен. Яғни бізде дұрыс жауап осы Д жауабын белгілейміз. Жақсы ұстаздар, біз осымен дәл қазіргі нұсқа талдауымызды аяқтаймыз. Бірақ ұстаздар, естеріңізде болсын, осындай нұсқа талдаулар бізде өте жиі болады. Осы нұсқа талдауларды көре отырып та сіз ақпараттарды қайталай аласыз, қайталау жұмыстарын жасай аласыз. Мысалға, сіз жылда 7-8 сыныптың биологиясынан ғана сабақ беруіңіз мүмкін. Ондай мұғалімдер көп жағдайда 10 сыныптың, 11 сыныптың, 9 сыныптың биологиясындағы ақпараттар енді жылда бермегеннен кейін кішкене ұмытылып қалады ғой. Солай да қиналып жатады. Ал біз нұсқа талдауымызда әр нұсқа талдауда барлық сыныптың тақырыптарын қамтып отырамыз. Яғни 10, 11, 7, 8, 9 деген сияқты. Яғни келесі нұсқа талдауды міндетті түрде көрейік, ол үшін каналға тіркеліп кетейік, және де осылай байланыста болып күнделікті әртүрлі биологиядан нұсқа талдау жұмыстарын бірге жасайық.